балаңыз тез сөйлеп кетсін десеңіз, балаңызға еш уақытта айқайламаңыз. Арыстан, арыстан де. Оның орнына былай жасаңыз. Мынау арыстан, арыстан рррр дейді. Бала, арыстан не дейді? Осылайша бала сөздерді қызығушылықпен еліктеу арқылы үйренеді. Егер балаңыз сұрауды үйренсін десеңіз, оған еш уақытта да ультиматум қоймаңыз. Сөзбен айт, сонда ғана берем. Бұл сөйлеудің орнына қорқыныш тудырады. Оның орнына былай айту керек. Су берші де. Су берші. Ала ғой жаным. Осылайша сөзбен сұрағанда балада сенім мен түсіністік пайда болады. Егер сөйлеуді дамытқың келсе, онда оқуды тізімге айналдырма. Бұл бұлан, бұл ақбөкен, бұл бұғы. Осылай баланың миы жұмыс істемейді. Одан да оны былай қызықтырыңыз. Бұл арыстан, бұл жолбарыс. Арыстан қайда? Дұрыс. Осылайша ойын, зейін және жанды диалог іске қосылады. Демек, сөйлеу басталады. Егер сөйлеуді неден бастарын білмесеңіз, Мумби сөйлеу кітабынан бастаңыз. Бағасы 10.490 теңге. Каспи және халық маркет арқылы тапсырыс беруге болады. Жеткізуіміз тегін.